Так, менің қымбаттыларым, бүгін жаңағы сойылған соғымнан шұжық жасамақшы болып жатырмыз. Мінекей мен мойын еттен, қабырғаның етінен, омыртқаның етінен әрқалай еттерді алдым. Таза еттерді және не еттерді, жұмсақ еттерді, таза еттерді алдым. Және қазының майынан, телшік болады ғой жаңағы қазылардың жанында, сондай майлардан соларды жаңа қосып турап, мінекей көріп отырсыздар. Жаңағы осылай істеді. Мына жерде мойынның тағы да қалған еттері тұр, мінекей. Оны қазір тағы қосымша қосып тураймын. Тураған кезде мынандай жаңағындай еттің сырты, мынандай жилкалары болады ғой, мынандай қатты, ондайларды жіберген жоқпын. Барлығын осылай сыдырып алып қалып отырдым, тазалап. Тамыр, сосын жеген кезде тіске қатты бататын мынандай кейбір еттердің сырты болады ғой, сондайлардың бәрін алып тастадым. Мына жерде мякоть, жаңағы жұмсақ еттер ғана тұр. Тұздалған ет болған, алдында тұздалған. Сондықтан жаңағы әзірге тұз ештеңе қосқан жоқпын. Қазір мына кішкене етті турап біткеннен кейін бұған жаңағы дәмдеуіштерін салып әрі қарай көрсететін боламын. Ет толық туралып бітті, мінекей, мынау неде, ыдыста, жалпақ ыдыста. Енді біз оған бір бас чеснокты толық жаңағы тазартып қойдық. Чеснок саламыз бір бас. Содан кейін қара бұрыш және ұнтақталған қызыл ащы бұрыш. Одан кейін мынау таза дөңгелек қара бұрыш. Мына жерде ұнтақ қара бұрыш, одан да қосамыз. Және сонымен бірге мына шегі уже дайын тұр. Қазір мына чеснокты мына қысқышпен қысып үстіне саламыз. Мына жерде бір 3-4 келідей ет бар. 3 келі шығар, тура 3 келі ет бар. Қазір осы 2 метр ғана шек бар. Осы 2 метр шекке сыйғанша саламыз. Мына қара бұрыштан қазір үлкен қасықпен бір қасық саламыз. Мынадан кіші қасықпен, не болмаса үлкен қасықпен жарты қасық қызылдан саламыз. Чеснокты айттым жаңа бір бас деп. Одан кейін мынау нелер, шилер, бұлар ненің бастарын бекітуге керек, шектің бастарын бекітуге керек. Міне, қазір ісімізге кірісейік. Қазір чеснокты не қылып, барлығын қазір салып көрсетемін. Жаңағы айтқанымыздай, бір бас чеснокты мінекей жаңағы қысқашпен қысып барлығын майдаладық. Одан кейін майда қара бұрышты салдық, бір үлкен қасық, жарты үлкен қасық қызыл бұрышты салдық. Және сонымен бірге мынау ірі бұрыш бар ғой, мынандай домалақ бұрышты, мынау арқылы майдалап, мына жерде кішкене бұдан да салдық. Ал енді барлығын араластырамыз. Араластырып, барлығын мінекей былай араластырып, араласып жатыр. Барлығын әбден әдемілеп араластырып, сосын болғаннан кейін араластырып шекке саламыз. Жаңағы туралған еттерімізді мынадай шекке салдық. Шек осы тура осындайдан 3 шұжық салынды. Ненің ұштарын мынадай қып былай бекіттік. Мынадай шемен бекіттік. Екі ұшын былай қылып. Мінекей, мынау кішкене холодильникте тұрып кішкене тоңазығаннан кейінгі түрі. Осындайдан 3 шұжық пайда болды. Енді іске сәт, сау болыңыздар. Шұжықтың піскенін көреміз. Енді.